халықтың белсенділігін арттыру деген әлеуметтік жобаны іске асырып бастап жатырмыз. Енді бұл да дәл осындай қаржыландыру мәселесі бар. Бұған қарамастан біздер бастап кеттік. Енді бұл жобаның мақсаты халықаралық еріктілер жылы аясында халықтың экологиялық мәдениетін қалыптастыруға жәрдемдесу. Негізгі мақсат біздің миссия деп болады. Бұл жерде ең ауқымды осы жобаның іс-шарасы 25 қыркүйекке жоспарланып отыр. Яғни Каспий менің теңізім атты өңірлік экологиялық форумды өткізуді жоспарлап отырмыз. Жалпы айтқанда бүгінгі таңда экологиялық әл-ауқат кез келген елдің орнықты дамуының басты бағыттарының бірі болуы тиіс екендігі сөзсіз. Егер біз балаларымыздан, немелеріміздің немесе шөберелеріміздің таза ауамен тыныс алу, таза су ішу, табиғи өнімдерін жеу, Каспий балықтарын, акулалар мен тропикалдарды тамашалауын қалайтын болсақ, жаз айынан бастап Каспий менің теңізім атты қоғамдық бастамасын қатарына қосуға шақырамын. Яғни сіздерде мына слайд көріп тұр ма? Каспий менің теңізім деген қоғамдық бастама туралы. Иә, көріп тұр. Енді осы бастаманы біздер Каспий менің теңізім экологиялық форум аясында тереңірек осыған тоқталатын боламыз. Дегенмен бұл жерде бұл бастаманы қалай қабылдағанын қысқаша айтып берейін. Біздер былтырғы 25 жылғы ақпан айында Данияр Демесінов Құртай екеуміз Астана қаласына барып, үлкен бір дөңгелек халықаралық деңгейдегі дөңгелек үстелге қатысқан болатынбыз. Осы Каспий теңізінің мәселелеріне қатысты. Яғни Каспий теңізін сақтайық деген жаһандық қозғалыстың бірінші дөңгелек үстелі болатын болған. Сол жерде барлық сессияларға қатысып, соның ішіндегі бір сессиясында осы модератор болғанмын. Бұл жерде маған бұндай ой келді. Яғни ол жаһандық деңгейде бұл азаматтар саяси деңгейде жұмыс жасауды жоспарлап отыр. Яғни мемлекет басшылары арасында, министрліктер арасында, яғни халықаралық ұйымдар арасында. Ал біздер Каспий теңізін төменнен бастайтын бастаманы қолға алып отырмыз. Яғни жергілікті халықтың арасынан шығатын белсенділер болса, сарапшылар болса, балық аулаушылар, немесе жергілікті орта және кіші бизнес өкілдері болса, біз олардың да үнін естіртуге дайынбыз. Осыған орай біздер тек қана ол Каспий теңізін сақтайтын жаһандық қозғалысына қолдау білдірмейміз. Сонымен қатар Каспий теңізінің ортасын қорғау жөніндегі Тегеран конвенциясының ережелерінде Каспий маңындағы төрт мемлекетте осындай Каспий менің теңізім қоғамдық бастамалар құрылатын болса, онда біздер 5 мемлекет болып жұртшылығы көзілдірікті ұмылған боламыз. Және бұл жерде айта кететін жайт, осы бастама туралы біздер мына эколизер деген бізде клуб бар, волонтерлік клуб бар, волонтерлік клубтың бірқатар мүшелері Әзербайжанға Баку қаласына барып, осы Каспий менің теңізінің презентациясын жасап, сол жерде қолдау тапқан екен. Яғни бұл жұмыс ешқандай қаражатсыз басталып кетті деп айтуға болады. Енді біздер өзіміздің елімізде, біздің облысымызда осы бастаманы жалғастырсақ, дұрысты нор болар еді. Қысқаша енді айтайын дегеніміз осы. Екі жобаны отырмыз, біреуі табиғи ресурстар басқармасы, екіншісі балық шаруашылығы басқармасы, екі басқармада табиғат қорғау саласының көлігі басқармалары. Біз бұл грант жобасына дейінгі волонтер тегін деп айтуға болады. 22 жылдай жұмыс жасаппыз. Бізде тәжірибе бар, сондықтан алаңдамасаңыздар болады. Бүгін біз тек қана осы екі жобаны бастағанымызды хабарлау мәлімдемесі, Арман мырза айтып отыр. Бұл осы 2 шақырым бұрын ғана келді деп. Бізге де солай.
ұтқандығымызды естідік, бірақ толығынан қол қоймай жұмысты бастай алмаймыз ғой. Осы жақын арада ғана сіздер ұттыңыздар деп келісімшартқа қол қойғаннан кейін ақша түспесе де біз бастап кеттік.